Енді қараңыздар, заказ орындалды. Бір аккаунттан 75 рубль таптық, екінші аккаунт сатқаннан плюс 120 рубль таза пайда таптық. Сәлем достар, бүгін сіздерге күнделікті еш қиындықсыз онлайн ақша табу тәсілін көрсетемін. Саған тек осы мен көрсеткен қадамдарды қайталап, табысыңды Каспи немесе басқа картаға шығарып алу қалады. Бәрі түсінікті болу үшін видеоның соңына дейін көріп шығу қажет. Лайк, подписка жасауды ұмытпаңыздар. Ең бірінші әрекет Install Shop сайтына кіреміз. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Осы жерде Instagram авторек дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай әртүрлі Instagram аккаунттар сатылуда, бағалары 1-40 рубльдан жоғары. Сіздерге барлығы түсінікті болу үшін осы видеоның соңына дейін көріңіздер, сол кезде ақша тауып үйренесіздер. Осы сайттан өзімізге аккаунттар сатып аламыз. Бағалары 7 рубль, жаңағы 4 рубль, 3 рубль, 1 рубльға дейін бар екен. Егер де сіздердің ақшаларыңыз аздау болса, осы басындағы 2-3 рубль тұратын аккаунттарды сатып аласыздар, олар 10-15 теңге тұрады. Мен осы аккаунттарды таңдадым. Оң жағында купить дегенді басасыздар. Одан кейін осы жерге өздеріңіздің имейлдарыңызды жазасыздар, количествосын жазасыздар. 5-10 алған дұрыс болады. Қазір сіздерге тек қана біреуін пример ретінде алып көрсетемін, немесе екеу сатып алайық. Одан кейін имейлді жазамыз, продолжить басамыз. Ары қарай осы жерден сіздер Kiwi немесе карталарыңыз арқылы сатып алуға болады. Kiwi'ді таңдаймын, продолжить. Міне достар шықты, оплата проведена деп. Жаңағы сатып алған аккаунттарды біз өзіміздің телефонға немесе компьютерға жүктеп аламыз, скачать деп басып. Жаңағы сатып алған аккаунттың логин паролін жазып, Instagram арқылы тексеретін боламыз. Міне войти деп басамын. Міне достар аккаунтқа кіріп тұр, 0 публикаций, 0 подписчиков, 0 подписок деп жазылып тұр. Сіздерде осылай 5-10 аккаунт сатып алып, өздеріңіздің телефон немесе ноутбуктарыңызға сақтап қойыңыздар. Ал енді қазір сіздерге келесі қадамды көрсетемін. Ол үшін біз FunPay сайтына кіреміз. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Одан кейін осы жерден регистрация өтесіздер, ол өте оңай. Регистрация жасап болғаннан кейін үстінде поискқа басып Instagram деп жазамыз. Міне Instagram аккаунты, осын таңдаймыз. Енді достар, осы жерде мұқият қараңыздар. Продаю пустой аккаунт в хорошие руки, 1000 подписчик, бағасы 84 рубль. Ары қарай біз осындай аккаунттарды іздейтін боламыз. Қараңыздар, продаю аккаунт 1000 подписчиков деп тұр, 110 рубльға сатады екен. Міне достар, тағы бір аккаунт 1000 подписчиков, 137 рубльға сатуда. Өздеріңіз көріп тұрғандай, осы жерде сіздер 1000 подписчигі бар аккаунтты 80-120 рубльға дейін сата аласыздар. Енді біздің келесі қадам, мына жерге продать аккаунт дегенді басамыз. Одан кейін правила осының барлығын оқып шығасыздар да, одан кейін принять условия дегенді таңдайсыздар. Ары қарай мына жерде маленький тест бар, осыны өту керек болады сіздерге. Жаңағы тест өтіп болғаннан кейін сіздер телефондарыңызды подтверждать етесіздер, одан кейін қайтадан добавить аккаунты дегенді басасыздар. Сіздерде осындай ваше предложение деп шығады. Добавить предложение таңдаймыз. Осы жерге количество подписчиков 1000 плюс деп жазамыз. Краткое описание Instagram аккаунт для любых целей, одан кейін подробное описание. Міне достар, мен осылай толтырдым. Сіздерге дәл осылай копировать етпей, басқаша жазғандарыңыз дұрыс болады. Бағасын жазамыз. Мысалы, мына жерге мен 75 рубль деп таңдауымызға болады, немесе 60 рубль деп қойғандарыңызда болады. Одан кейін сохранить дегенді басамыз. Міне достар, біздің бірінші аккаунт сатуға дайын. Ары қарай қайтадан добавить предложение деп басамыз. Осы жерге количество подписчиков енді 500 плюс деп жазуға болады. Краткое описание Instagram аккаунты для любых целей. Мына жерге подробное описаниесын қайтадан толтырасыздар. Одан кейін цена бұл жерде мысалы 45 рубль деп жазуға болады. Сохранить. Сіздерде көп аккаунт болған сайын сатылуда көбірек болады, сондықтан да қайтадан добавить предложение. Мына жерге количество подписчиков 1000, краткое описание қайтадан жазамыз для любых целей деп. Одан кейін бағасын 75 деп қалдырамыз. Сохранить. Осылай достар, барлығын жазып шығасыздар. 15-20 осындай аккаунтты жазғандарыңыз дұрыс болады. Әртүрлі текст қолданғандарыңыз да дұрыс. Одан кейін бұл жерде қосымша поднять приложение деген бар, яғни өздеріңіздің аккаунттарыңызды бірінші орынға қалдыруға болады. Сол арқылы қосымша продажа жасай аласыздар. Осылай біз көптеген объявление жасап қойдық. Ары қарай бізге енді 1000 подписчик жинау қажет. Бұл біздің соңғы қадам, сондықтан да видеоның соңына дейін көріңіздер, және де видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Мынау біздің жаңағы аккаунт 7 рубльға сатып алған, 0 подписчиков. Жаңа айтып кеткендей, бұл біздің соңғы қадам. Викру сайтына кіреміз. Ссылкасы видеоның астында қалдырамын. Осы сайтта сіздерге регистрация жасау керек, одан кейін барып новый заказ дегенді таңдайсыздар. Бұл жерде біз подписчики Instagram таңдаймыз. Выберите вид накрутки деп тұр. 11 рубльдік бар, одан кейін 15-тікі бар. Мен пример ретінде осын таңдаймын. Сіздер 11 рубльдікінде таңдай аласыздар. Ары қарай осы жерге өзіміздің ссылкамызды қоямыз. Количество жазамыз 1000 подписчиков деп. Енді қараңыздар, біздің 1000 подписчикқа 15-5 рубль ақша кетіреді екенбіз. Одан кейін бұл жерде заказать дегенді таңдайсыздар, болды. Жалпы біздің бір аккаунтқа кететін зат аратамыз
20-25 рубль болса, таза пайда осы жерден 50 рубль алады екенбіз. Бір аккаунттан таза пайда 50 рубль, ол примерно 250-300 теңге болып есептелінеді. Ешқандай қиындықсыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай накрутка подписчиков басталды, яғни 291 подписчик жиналды. Ары қарай обновление бассақ, 456 подписчик, яғни 1000-ға толған кезде осы аккаунтты біз сата аламыз. Қараңыздар достар, бізде уже продажа болып жатыр. Қазір сайтты обновлять етемін. Міне достар, заказ оплачен деп шықты. Мына жерден көріп тұрғандарыңыздай оплату сделал, жду аккаунт деп жазылып тұр. Енді біз осы адамға логин, пароль, почта барлығын жібереміз. Мына жерден написать деп. Осы адамға логин, пароль толықтай барлығын жібердім. Ол адам тексереді, одан кейін барып бізге ақша түседі. Міне көріп тұрсыздар, покупатель Зевс подтвердил успешное выполнение заказа деп тұр. Отправил деньги продавцу. Енді біз өзіміздің финансы дегенді тексерейік. Міне көріп тұрсыздар, 75 рубль ақша бізге түсті. Қараңыздар достар, бізге тағы бір заказ келді, яғни біз 120 рубльға тағы бір аккаунт саттық, яғни бұл біздің таза пайдамыз. Қазір осы заказды орындаймын, одан кейін барып ары қарай көрсететін боламын. Заказ орындалды, бір аккаунттан 75 рубль таптық, екінші аккаунт сатқаннан плюс 120 рубль таза пайда таптық. Осы тапқан ақшамызды шығарып алу үшін вывести деньги дегенді басамыз, одан кейін мына жерде рублевой счет тұр. Способ вывода бізде банковская карта бар, және де WebMoney, біз банковская картаны таңдаймыз. Осы жерге сіздер өздеріңіздің Каспи карталарыңыз, халық немесе басқа любой картаны жазуға болады. 16 цифр, одан кейін суммасын жазасыздар, яғни қанша пайда тапқандарыңызды, одан кейін барып отправить басамыз, болды. Өздеріңіздің карталарыңызға осылай ақшаны шығарып алуға болады күнделікті.